Сәлем достар, бүгін видеода біз меренговый рулет жасап үйренетін боламыз. Бұл рулет өте әдемі және дәмді болып келеді. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Біздің рулетімізге ең алдымен жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамыз бөлме температурасында тұрған СО1 санаттық. Ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ыдысымызға ағын саламыз. Менде ағы қалғаннан кейін мен ағын ғана салатын боламын. 150 грамм ағы қажет, ол 4 жұмыртқаның ағы болды. Енді осыған лимонный кислота щепотка салып жүреміз да миксермен араластыра бастаймыз. Енді алдын ала өлшеп қойған 200 грамм қантымызды бір ас қасықтан саламыз және миксермен араластырып отырамыз. Осылай барлығын жалғастырамыз қантымыз біткенше дейін. Қыздар, меренгамыз осындай кішкене ыдысқа жасайтын болсаңыздар, араластыру өте оңай болады. Меренганың ішінде қантымыз толықтай еру керек, сонда ғана бізде жақсы рулет шығады. Қантымыздың барлығын салып біткеннен кейін 5-7 минут көлемінде миксермен араластыратын боламыз. Сонда бізде өз формасын ұстап тұратын қою масса болып шығады. Енді ең аяғында кукурузный крахмал саламыз, 2 ас қасық және тағы да 30 секунд миксермен араластырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай қою меренга шығу керек, өз формасын ұстап тұратындай. Енді меренгамызды пергаментке төсеген формамызға барлығын толықтай саламыз да осылай тегістеп шығамыз. Шпательдің көмегімен тегістеп алсаңыздар да болады. Енді алдын ала пешімізді асты үстін қосып 150 градуста қыздырып қоямыз. Рулетімізді салғаннан кейін 130 градусқа төмендетеміз. 130 градуста 30-30 минут көлемінде пісіретін боламыз. Пешімізді ашпаймыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан градусына қарайсыздар. Егер де пешіміз қатты қыздырса, астын ақырындап қоясыздар. Піскеннен кейін осындай басқа пергаментке аударып, пергаменттің қағазын шешіп аламыз. Толықтай суытатын боламыз. Суығаннан кейін барып кремін жасайтын боламыз. Енді кремін дайындаймыз. Мен 30 грамм қантпен 200 миллиграмм салқын сливкиді жақсылап араластырып қою крем дайындап алдым. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, 50-70 грамм қант қоссаңыздар да болады. Және творожный сыр қылып крем-чиз жасап алсаңыздар да болады. Енді толықтай суыған меренгамыздың үстіне кремді салып тегістеп жағып аламыз. Және бұның арасына өзіңіздің ұнаған кез келген жемісті салсаңыздар да болады. Рулетімізді асықпай орайтын боламыз. Рулетіміз орап алғаннан кейін 1 сағат тоңазытқышқа салып аламыз. Одан кейін барып бетін әсемдеп дастарханға ұсынатын боламыз. 1 сағат тоңазытқышта тұрған рулетіміздің артық екі шетін кесіп аламыз. Үстіне қалған кремімізді гүл насадкамызбен салып, кез келген жеміспен немесе шоколадпен әрлесеңіздер болады. Осымен рулетіміз дайын. Дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер видео сіздерге ұнаватса, лайк, комментарий және тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.